Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум, арма қазақ. Маңғыстау облысында педофил суицид жасады. Егер осы турасында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Маңғыстау облысында педофил суицид жасады. 16 және 12 жастағы екі қызды зорлады деген күдікпен ұсталған ер адам полиция ғимаратының терезесінен секіріп кетті. Күдікті ауруханаға бірнеше күн жатып қайтыс болды. 5 аптында аудан тұрғынынан екі қызының зорлық-зомбылық көргенін айтып полицияға шағым түсірген. Әйелдің айтуынша екі қыз 4 жыл бойы педофилден зәбір шегіп келген. Күдікті қыздардың ата-анасының жақын танысы екені анықталды. Ол тергеу кезінде істеген ісін мойындаған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында тек қана біздің каналымыздан біле аласыз.